Баршаңызға сәлем. Қазір хит болып жатқан Орео пирогын дайындап көрейік. Дайындалу жолы оңай және тез. Құрамына қажетті тағамдарды осы жерден көресіз, немесе төменде сипаттамада толығырақ таба аласыз. Ең алдымен жібіп тұрған сары майымызды ыдысымызға саламыз, содан соң үстінен бір жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаның үстіне қант қосып, қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Келесі ұнымыздың үстіне разрыхлитель, яғни қопсытқыш қосамыз. Одан соң үстіне какао қосамыз және бәрін араластырып аламыз. Енді осы құрамы құрғақ тағамдарды сұйық тағамдардың құрамына қосатын боламыз. Ақырындап жайлап, бөліп, салып, араластырып отырамыз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Бұл бізде песочное тесто, яғни үгітілген қамыр болып дайын болады. Қамырды салмасын дайындап болғанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймақтың үстіне қант қосамыз. Қанттан соң кукуруз крахмалын қосамыз. Содан соң 2 жұмыртқаны қосып, құрамы біріккенше жақсылап араластырамыз. Кукуруз крахмалының түйіршіктері кеткенше 3 минуттай араластырамыз. Міне салмасы бәрі дайын болды. Енді тек қана Орео печеньесін алып, осылай қолмен үгуіңізге болады, немесе пышақпен кесіп, бөлшектерге бөліп, салмамыздың ішіне қосамыз. Печеньенің 4-5 данасы жарап қалады. Кукуруз крахмалы міндетті ма десеңіз, иә міндетті, себебі салмасын қоюлатады. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, осылай оқтаумен 1-2 рет үстінен өтіп шығамыз. Енді қамырымызды пісіретін формамызға ақырындап саламыз. Қамырымызды қолымызбен жан-жағына жылжытып, бортик жасайтын боламыз. Болғаннан соң қамырдың асын шанышқымен осылай тесіп шығу қажет. Бұл қамырымыз көтеріліп кетпес үшін қажет, қорықпаңыз, салмаңыз астынан ағып кетпейді. Ендігі кезекте салмамызды қамырымыздың үстіне құямыз және пирогтың бетін Орео печеньелерімен безендіретін боламыз. Бір печеньені 2-ге бөліп, осылай әдемілеп бетінен қойып шығамыз. Енді қызып тұрған пешімізге 160-170 градуста 30-35 минут пирогымызды пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан пирогымызды қадағалап отырамыз. Беті кішкене қызарғаннан соң пешімізді өшіріп суытамыз. Пирог піскеннен соң 1 сағатқа суығанша күтеміз. Пирогымыз суыды, енді кесіп көрейік, ортасы қандай екен. Пирог кішкене сметанникке ұқсайды, енді себебі қаймақ қосылғаннан болар. Достар, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менің парақшама кіріп, тағы да қызықты видеоларды таба аласыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Осылай жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Сау болыңыздар.